Әкем мен Жәкем, Арман Сқабылұлы. Әкем – ол менің әкем, Жәкем – оның жар дегенде жалғыз інісі. Мен ес білгелі Жәкем біздің үйде жүретін. Өзінің үйі, бала шағасы бар, бірақ таңғы, түскі, кешкі асын біздің үйден ішетін. Сқабылдың жеті шуылдағының ортасында тамақтың ең дәмдісін асап қойып, әңгіме айтып отырады. Әкемді жылы жұмсақты алдымен соның алдына қарай икемдейді. Кейде үйге қонақ келеді. Мұндайда Жәкем тіпті маңғас. Әкем оны қонақпен қатар отырғызады. Қойдың басы, жамбас сүйегі дегендерді Жәкем қонақтан кейін ауыз тиіп, шетке ысырып қояды. Оны кешке үйіне алып кететінін білеміз. Алғысы келмесе де әкем орап береді. Өйткені ол жалғыз інісі ғой. Әкелері соғыстан оралмаған сонау қиын заманнан бері екеуі осылай жетектесіп бірге келеді. Жәкем әкемнің 8-ші баласы секілді. Оған біздің анамыз да, біз де үйренгенбіз, көнгенбіз. Жәкем ешқашан жаңа киім сатып алмайды. Ағасы завсклад болса, оның әр жаңа киімі бірер айдан соң өзінікі боларын білсе, қайдан сатып алсын? Рахат. Бірде әкеме сұрақты төтесінен қойдым. Әке, Жәкемді неге еркелете бересің? Жасы 40-қа келсе де, сіздің балаңыз сияқты дедім іштегі. Қызғаныш әлде өкпені жасыра алмай. Балам, бұның дұрыс емес, деді әкем күрсініп. Әкемізді соғыс жұтқанда, мен 13-те, ол 12 жаста ғана болатын. Сол әкенің алдында берген сертім бар еді. Інімді ешқашан тастамайым деген. Содан бері әлі жетектеп келем. Ғұмырым жеткенше жетектей берем. Екеумізде үнсіз қаламыз. Шіркін дейм іштей. Мынандай ағасы бар Жәкем қандай бақытты. Жәкем керемет домбырашы. Облыстық Жетісу газетіне ол туралы шыққан мақалада 80 күй білетіні, тартатыны жазылған. Ол домбыра шерткенде дүниенің барын ұмытып, басқа әлемге еніп кеткенін де білмейді қаласың. Өзінің айтуынша домбыраны алғаш әкем үйреткен. Енді маған ол үйретпек. Күнде сабақтан келе сала нота жаттайым. Жәкем қабырғаға оның суретін салып, іліп қойған. Слухы жоқ адам ештеңеге көнбейді екен ғой. 5 жасында газет журнал оқыған басым музыкаға жоқ болып шықты. Ұрысты, қорқытты, болмады. Домбыраның өзімен үйретіп көрді. Домбыра бір жаққа, мен бір жаққа қуып кеттік. Бір күн әкем үйге қуанып келді. Менің інім жарады, деді көзі жалт-жұлт етіп. Облыста тұңғыш халық аспаптар оркестрін құрды. Енді Ленинградқа барып концерт қойып, қазақтың домбырасының құдіретін көрсетпек. Өзі концерт қоятындай қуанып жүр. Кешкі асқа әдеттегідей Жәкем келді. Рас екен. Алдымен Алматыда, сосын Ресейде концерт қоймақ. Үйге әкем шақырған соң көрші қолаң туыстар жиналды. Жәкем күй тартты. Бірінен соң бірін беріліп тыңдап отырмыз. Әкеме қарағанмын. Ол да сүйсіне Жәкеме қарап қалыпты. Көзінде жас. Жәкем күй тартады. Балбырауынмен бастап, қайран шешеммен аяқтайды. Беріліп тыңдаймыз. Күйдің құдіреті ай. Бала болсақ та көп нәрсені түйсінеміз. Көз алдымыздан ұшы қиырсыз сары дала, жапанда тұрған жалғыз үй, жылаған бала, жұбатқан ана өтіп жатады. Бірде күй аяқталған соң, Жәкем Құрманғазының қайран шешем күйінің шығу тарихын айтып берді. Түрмеге айдалып бара жатқан күйші анасымен қоштасарда көз жасына ерік берсе керек. Ұлының бұлай босаңсығанына ашуланған ана, ез болма, еркек бол, мен ұл туғанмын деп шапалақпен тартып жіберіпті. Ұлы күйші анасынан кешірім сұрап, осы күйді түрмеде шығарған екен. Үйдегі жетеу Жәкемнің әңгімесін ертегідей үйіп тыңдаймыз. Кейін ойлап қарасам, мынау өмірде дені дұрыс азамат болып қалыптасуымызға Жәкемнің шерткен күйлерінің әсері де аз болмаған сияқты. Жәкем әдеттегіше үйге жиі келіп тамақтанып кетіп жүрді. Үй дегенде енді Құрқылтайдың ұясындай ғана бірдеңе. Өзіміздің үлкен үй Қаратоғанда ауылда қалған. Қазір аудан орталығындамыз. Мына үй қатты тарлық ететін. Бір күні Жәкем үй салам деді. Өзіне емес, ағасына.
Әкем біреудің құлайын деп тұрған үйін жермен қосып сатып алды да Жәкеме берді. Жәкем іске кірісті. Домбыра сипаған нәзік саусақтар енді балға балта ұстады. Үйді 3 жыл салды. Жалғыз өз. Анда-санда ауылдықтар асарлатып көмектесіп қоятын. Қалған уақытта Жәкем бір өзі ғана қарағайдан қиып, өрнектеп әсем үй салып бітірді. Бітірді де ағасына берді. Улап-шулап көшіп алдық. Жәке, дедім бірде, үйді сіз салдыңыз ғой, неге өзіңіз тұрмадыңыз? Жәкем басымнан сипап ауыр күрсінді. Аға тұрсын бұл үйді. Оның бала шағасы сендер тұрыңдар, деді сәлден соң. Білесің бе, соғыс жылдары ағам үйде қалған мені аштан өлмесін деп қалтасына бір уыс бидай тығып әкелетін. Сол үшін ақсақ бригадир талай рет қамшының астына далған. Шешемнің емшегінен сүт шықпай қалған кезде таудағы қойшының үйінен ешкінің сүтін тасыпты. Жаяу 10-даған шақырым. Шешеміз қасқыр жеп кетеме деп шыбын жанын шүберекке түйіп отырады екен. Ал сен үйдейсің. Аға болмаса, бүгінгі жетер медік. Аз да болса ақыл бар ғой. Бұл әңгімеге қайта оралмадым. Жәкем сол жылы аяқ астынан қала жаққа көшетін болды. Жеңгемнің қылқылдап жүргенін білетінбіз, көндірген сияқты. Әкемнің қабағы ашылмайтын болды. Жәкем де үйге келуді сиретті. Бала көңілімнен бір сауалдың кетпей қойғаны-ай. Жәкем әкемсіз қалай өмір сүрер екен? Жоқ, әкем Жәкемсіз қалай жүрмек? Жәкем ақыры қалаға жақын ауылдардың біріне көшіп кетті. Біздің ауылдан алыстау, 300 шақырым. Әкем Жәкеме ештеңе демеді. Өзде бір тоқ адам еді, енді тіпті тұйықталып кетті. Сыртқа ештеңе шығармайды. Не болса да ішінде. Өз басым әкем мен Жәкемнің бір-біріне дауыс көтергенін көрген емеспін. Ең бір қатты айтатын сөздері жарықтық еді. Онда да сыртынан. Ана жарықтықтан мұны күткен жоқпын. Жарықтық-ай неге ойланбады екен тәріздес, өкпе назы аралас сөздер ғана айтылатын. Жәкем көшкелі үй үшін бір көңілсіздік жайлады. Ортаға қойылған асты Жәкеңсіз ішкенде бір түрлі. Әй, нан қосып же әйтпесе тоймай қаласың деп тамақтың еті молдау тұсын өзіне қарай тартып, картөшкесін саған ысырып қоятын әдетін де сағынатын болдық. Жарықтық, тамақ сау ет, қарны тоймай жүрген шығар деп қояды әкем де анда-санда. Әкем осын айтқанда еріксіз мырс еткем, есіме түсіп кеткені жазды күні болатын. Үйге қонақ шақырып Жәкем солармен болып, қонақ кеткен соң солардан қалған етке пакетін толтырып үйіне кеткен. Шалам жүлген бас еті бүтін сүйектер Жәкемнің үйіне бірге аттанған. Тұратын жері онша алыс емес еді. Сәлден соң Жәкем жақтан шу шықты. Жүгіріп барсақ, Жәкем көршісінің итін қуалап жүр. Қолында таяқ, иттің аузында пакет. Жәкем әлгісін есіктің алдына қоя салып, асығыс дәретханаға кеткен кезде қағып түскен ғой, сұмыра ит. Қораны айнала қашқан ит шынымен де ит екен. Аузындағысын тастамайды. Жәкем де қайтпайды. Бір кезде ит қоршаудың тесігінен сыртқа зып берді. Жәкемнің қайран еті кетті. Жиналғандар дуылдап күліп жатыр. Көршісі де сыртқа шығып күліп тұр екен. Жәкеммен құрдас еді. Немене не орайды секілді жылмайып тұрсың, деді ашулы Жәкем ентігіп. Итің де өзіңнен аумайды. Әй, бір қолыма түсір, көрсетем оған. Әй, Жәкем-ай, таза шуын тырнадан аладының керін келтірді. Көрші ештеме демеді. Күлген күйі үйіне кіріп кетті. Әкем Жәкемнің осы тамақ саулығын меңзегенді. Қала жақтан келгендер Жәкемнің жағдайы жаман емес дейді. Үйінің айналасы алма бақ жүзім деседі. Өзі де бізге сәлем айтыпты. Жақында келіп кететін көрінеді. Ағасының балаларын жазғы каникулда үйіне кетпек. Жеміс жидек жеп жетісіп қалсын дегені ғой. Әкем сонда да Жәкемді уайымдап отыр. Шөп шалам тамақ дейсің бе, етті сағынып жүрген шығар деп қояды. Сөмкемді арқалап таңертең есік алдына шықсам, әкем поштаның мәшинесін айдайтын Тұрдақын ағаммен сөйлесіп тұр екен. Сөздерін анық естідім. Бір қойды сойдырып қойдым. Ішек қарнына дейін тазалатып қапқа салдырдым. Қалаға күнде қатынап жүрсің ғой, жол жөнекей ана жарықтыққа тастай кет, деді. Тұрдақын ағам басын шұлғып жатты. Мектепке жөнелдім.
Әкем де Жәкемді сағынып жүрау. Көп кешікпей мектепті бітіріп, Алматыға оқуға кеттім. Жолым болды, анау-мынау емес Казгудың журфагының студенті атандық. Алып ұшып ауылға телефон шалғанмын. Жәкеңе бар, деді әкем. Қуанып қалсын, алыс емес қой, ауыл Алматыға тиіп тұр. Мен Жәкемнің үйіне жеткенде күн батқан, амырт кезет. Үйінде балалары ғана бар екен, Жәкем мен жеңгем тойға кетіпті. Ауылдың тойы белгілі ғой, түн ауа келетіндер анық. Тамағымды ішіп, балалармен біраз әңгіме айтып жатып қалдым. Түнде түрлі дауыстардан оянып кеттім. Жәкемдер келген екен. Арман аға келді, деді үлкен қызы, Шолпан ақырын сыбырлап. Оқуға түсіпті, журналист болады. Қой, деді Жәкем дауысын көтеріп. Өзі қайда? Ұйықтап жатыр. Шақыр бәрін, деді Жәкем жеңгеме күжілдеп. Ана, төлегендерді шақыр, бүкіл ауылды шақыр, той жасайым, той. Тойдан қайтқан адамның сау қайтпайтыны да белгілі ғой. Жәкем аздап ұрттап алған секілді. Ұйықтаған болып жатырмын. Қой енді, деді жеңгем. Ертеңде күн бар ғой. Жұрт ұйықтап жатыр, шулатпа. Сен не деп тұрсың? Деді Жәкем дауысын одан әрі көтеріп. Менің ағамның ұлы оқуға түсті. Журналист болады. Қанша жыл күттік бұл күнді. О, жаратқан мұныңа да тәуба. Ағам қуанып жатыр-ау. Болды. Мен қораға кеттім, мал соям, шақыр жұртты. Ойбай, мына жынды жалғыз сиырды соймақ па? Қоя қой, шенде ертең шақырамыз жұртты. Жеңгемнің дауысы жыламсырап шықты. Бұдан әрі шыдай алмадым. Орнынан тұрып, ауыз үйде пышақ қайрақтарын іздеп жүрген Жәкемді ту сыртынан құшақтай алдым. Жәкем жалт бұрылып, мені құшағына ала берді. Көзінде жас. Ертесі сиыр сойылмаса да, қонақ бәрібір шақырылды. Жәкем менің құрметіме қой сойып, ауыл адамдарын қонақ қылды. Кеш бойы күй тартты. Ағасы екеуінің ауыр балалық шақтар жайлы естелік айтты. Үйдің үлкені ағам болды, деді Жәкем жиналғандарға. Кенжесі мен. Арамызда екі әпкем бар. Ағам сол үшеумізді қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай осы күнге жеткізді. Әке орнына әке болды. Әлі күнге солай. Мына балалардың аузынан жырып, қарындастарына бірді екілі малына апарып тастайды. Ал мен... Осы жерде Жәкем сөзін үзіп маған қарады. Үні дүрілдей бастады. Ал мен... Тірі болсам ағамның жақсылығын мына балаларына қайтарам. Түгел қайтара алмайым, оны білем. Ол мүмкін емес. Бәрібір қолымнан келгенше. Шамам жеткенше. Студенттік өмірдің қызығы енді басталып жатқан шақ еді. Ақша деген құрғыр, бірде бар, бірде жоқ, бірде тоқ, бірде аш. Көбіне аш құрсақ болып жүресің. Бір бөлмеде тұратындар табылды. Болатбек үшеуміз сабақтан жатақханаға қайтып барамыз. Жол жөнекей, асхана бар. Оның тұсынан үнсіз өттік. Білем, ешкімде ақша жоқ. Оның біткеніне де бірнеше күн болған. Кеше түнде балконда тұрған аралдың кепкен балығын мүжіп, соңынан шелектеп су ішіп, асқазанды алдап әзер ұйықтағанбыз. Бүгін қайтер екенбіз. Менің ойымды оқып қойғандай Табыл мен Болатбек жарысы сөйледі. Сәл шыдайық жігіттер. Келесі аптада Атырау жақтан да ақша келіп қалар, деді тәкең бізді жұбатып. Мен де үйге хат жазып бергем, деді бөкеңде бір жақсы әңгіменің шетін шығарды. Мен үндемедім. Біздің ауыл жақын ғой. Барып қайтқан жөн шығар. Қиналып кеттік. Жатақханаға жете бере, өз көзіме өзім сенбей тұрып қалғаным. Жәкем? Әкемнің інісі Жәкем отыр есік алдында. Жанында аузы мұрнынан шыға азық толтырылған ауыр сөмке. Маған қарай құшағын жайып, жымиып келе жатыр. Жұмыстан қол тимей, келе алмай жүредім. Сенің қалай оқып жатқаныңды көрейін деп. Оның үстіне кеше қолға айлық түсіп, кішкене ақша тастасам ба деп, саған келе алмай, ағадан да ұят болып жүреді. Қайран Жәкем-ай. Мынау сұрғылт дүние бір-ақ сәтте гүлденіп, жарқ ете қалғандай болды-ау. Жәкемді құшақтап, жатақханаға кіріп барамыз. Табыл мен Болатбек жымың-жымың етеді. Қолдарында ауыр сөмкі. Ауылдамын. Кеше келгем.
Әкем су жаңа құдаларына есік төр көрсетпек. Алыс жақын жерлерден туыстарын да шақырыпты. Бала шағасын алып Жәкем де келіп жетті. Төрт көзіміз түгел болған секілді. Ешкім ұмыт қалған жоқ па? Деді әкем шешеме. Айтпақшаны Асан мен Үсенге де айт. Келсін. Мұндай қуанышты Жанай атамның балалары болмағанда кім болады? Ай, келмейді олар. Бір отырған жерге екіншісінің бармайтын білмейсің бе? Деді шешем. Құдалар кеткен соң екеуін бөлек-бөлек шақырмасаң. Әкем ойланып қалды. Ағайынды екеудің араласпай кеткеніне пәленбай жыл болып қалған мен де білем. Араларында не болған әркім әрқалай айтады. Ол да бір атадан екеуі ғана еді. Жастары Жәкем қатарлы. Әке шешеден ерте жетім қалған Асан мен Үсеннің бір-біріне пана болып ержеткенін әкем айтып отыратын. Алдымен Асан, сосын Үсен үйленген. Бөлек шаңырақ көтерген соң екі бауырдың арасы суи бастайды. Біреулер Асанның әйелі нашар десті, біреулер Үсеннің үйіндегі жеңгеміз кінәлі дейтін. Әйтеуір, аздаған кекілжіңнен басталған өкпе үлкен араздыққа ұласып, ағайынды екеу бір ауылда тұрып, бір-бірімен амандаспайтын жағдайға жетті. Бұл жағдай әкемнің де жанына батып жүретінін білетінмін. Қазір не дер екен? Екеуіне бөлек-бөлек хабарлас, деді әкем шешеме. Асанға Үсен болмайды де, Үсенге де солай айт. Келсін екеуде. Қалған көре жатармыз. Шешем басын изеді. Жәкеме қарағам. Ағасына қарап қалыпты. Онша қоштай қоймағаны түрінен байқалып тұр. Дастырған басында ағайындылар ұрыс шығарып жатса, құдалардан ұят болады-ау деген ой мені де қорқытып тұр еді. Кешке қарай көптен күткен құдаларымыз да келіп жетті. Арым жасап, шашу шашып күтіп алдық. Қонақтарды төрге шығарып, Жәкем өзі асабалық етіп, отырыс қызып жүре берді. Бір кезде әйелімен Асан келді. Құрақ ұшып құдалардың қасына отырғыздық. Бір-екі құдаға сөз беріп, соңынан Жәкем күй тартып бола бергенде Үсен кірді. Қасында жеңгеміз бар. Төрге қарай отырған бауырын көріп, түсі бұзылып кетті. Бұрылып кетуге айналды. Осы сәтте әкем орнынан тұрып келіп, Үсенді бос оныңға қарай жетектей жөнелді. Жеңгеміз де соңдарынан ерді. Әкемнің жасы Асан мен Үсеннен біршама үлкен болатын. Екеуі де кәдімгідей ағып жүретін. Бұл жолда солай болды. Әкеме қарсы ештеңе айта алмады. Екеуі де үнсіз. Бір кезде сөз кезегі әкемізге тиді. Әкем алдымен құдаларына, туыстарына тәтті тілектерін айтып келіп, сөзін бауыр жайлы аңызбен бітірді. Сонау ақтабан шұбырынды болған аласапыран заманда ауылға жау шауыпты, деді әкем дауысы жарықшақтанып. Аяқ астынан келген дұшпан ешкімді аямапты. Содан бір батыр баласын мінгестіріп, жау қоршауынан сытылып шыға бергенде, жалғыз бауыры көке құтқаршы деп шылбырына жабыса кеткен екен. Батыр ойланбастан баласын тастап, бауырын қырғыннан аман алып шыққан екен. Бұл қылығына таң қалып сұрағандарға жауабы біреу болыпты. Маған әлі бала табылуы мүмкін, ал бауыр ешқашан табылмайды. Шынымен де, мынау қамшының сабындай қысқа ғұмырда бізге енді ешкім басқа бауыр бермейді. Бар бауырларымызды бағалайық, солар аман болсын. Әкемнің сөзінен соң Асан мен Үсенге қарағанмын. Екеуі де жер шұқығандай төмен қарап қалыпты. Осы сәтте құдалардың бірі домбыраны қолына алып, бауыр туралы бір терме бастады. Неткен әуен, неткен сөз. Кеудеңде жаның барында бауырлық таныт бауырға. Өзектен теуіп өзгені өзімшілдікпен ауырма. Өмірден талай пенде өтір, сен де, мен де, ол да өтір. Бұл жалған қамшы сабындай сыйла салмасаң, сол бекер. Көңілінен достың шығарсың, туыстың ісін сынарсың. Қадірін білмей жүргенде қабірін қазып жыларсың. Құдалар кетіп өзіміз оңаша шай ішіп отырмыз. Әй, әлгі екеуі бәрібір араласпайтын шығар, деді Жәкем. Оны өздері білер. Ағайынды татуластыру біздің парыз, деді әкем. Мен үндемедім. Шынымен де адам неге өзімшіл? Құдалар кеткен соң туған туыс үйлеріне тарады. Жәкемнің отбасы да дайын көлікпен қалаға кетті. Жәкем ғана қайтпады. Үйде әкемнің қасында қалды.
Айтпақшы, Асан мен Үсеннің әңгімесін осы жерден аяқтай салайын. Әкемнің бауыр жайындағы әңгімесі бұл екеуіне онша әсер етпеген сыңайлы. Екеуінің де әйелдері кетерлерінде шешеме біраз әңгіме айтып кетіпті. Әкем қолды бір-ақ сілтеді. Енді екеуін де мұндай жерге шақырмайды. Біз әкенің мінезін жақсы білеміз. Көңілі қатты қалған болды. Түн. Жәкем екеумізге бір бөлмеге төсек салыныпты. Ұйқым келмей аунақшып жатырмын. Әбеу, деді бір кезде Жәкем. Ұйықтап қалған жоқсың ба? Жоқ. Ағам ауырып жүрген сияқты ғой. Байқадың ба? Жоқ, Жәке. Қайдан білдіңіз? Жаспыз ғой. Көп нәрсеге мән бермейміз. Әкенің 60-тың үшеуіне келгенін, оның да ет пен сүйектен жаратылғанын, бүгін болмаса ертең денсаулығының сыр беру мүмкін екенін сол кезде ойламаған едік. Өткенде 2-3 рет мұрнынан қан кетіпті. Жеңгем айтты, деді Жәкем үнсіздікті бұзып. Дәрігерлер қан қысымы кез келген сәтте қатты көтеріліп кетуі мүмкін депті. Шұғыл қарату керек, әбеу. Аға 28-ші жылғы ғой, соғыс басталғанда 13-те болатын. Тылдағы бар ауыртпалықты осы кісілер көтерді. Көздерін тырнап ашып, таң бозынан колхоздың жұмысына жегіліп, аяқтарынан сыз, бастарынан күн өтіп жүріп майданға кеткен әкелерінің орнын жоқтатпады. Ауылда ағаның осындай 10 шақты құрдасы болған, солар 60-қа толмай бірінен соң бірі кетіп жатыр. Сұм соғыстың зардабы ғой. Ағаның денсаулығынан қорқам. Өзі мән бермейді, мұна жинаған малы ешқандай денсаулықты алмастыра алмайды. Бір жақсы санаторийге барсын. Алматының мықты дәрігерлеріне көрінсін. Сені тыңдайды ғой. Айтып көрші. Жәкемнің дауысы дірілдеп шықты. Мен де тамағыма тас тұрып қалғандай жұтына алмай ұзақ жаттым. Қайран әке. Өзіңнен алғанды білген екенбіз, ал бергенді, қайтарғанды ойлағанда жоқ екенбіз. Не деген санасыз едік. Айтам ертең. Шешеме де айтам. Барсын, емделсін. Осылай ойлап жатып ұйықтап кетіппін. Біреу жұлқылап оятты. Жәкем екен. Тұра ғой, деді. 1 сағаттан соң Алматыға автобус жүреді. Мен де сенімен бірге шығам. Жол жөнекей түсіп қалармын. Менің әкем, оның ағасының салып берген оны мұнысын әзер көтеріп, Жәкем екеуміз ауладан шығып барамыз. Әкем әдетінше мені маңдайымнан сүйді. Әнісіне аман жүр деп қысқа ғана қайырды. Екеуінің ел көзінше бір-біріне еміренген ешқашан көрген емеспін. Қазір ойлайым, бір-бірін жүрекпен жақсы көрген екен ғой. Жәкем де, аға жақсы, аман болыңыз деп сыртқа беттеді. Бірақ қақпадан шыға бере тоқтап, ағасына ұзақ қарады. Менің де жүрегімнің атқақтай жөнелгені бекер емес. Менің ішкі түйсігім алдамайды. Жәкемнің жүрегі алдамаған екен. Көп кешікпей әкем ауырмай, сырқамай бұл жалғанды тастап кете барды. Оқуды енді ғана бітіріп, журналистік жолымды жаңа бастап жатқан кезім еді. Түнімен жүріп ауылға жетсем, туған туыстар жиналып қалыпты. Жәкем де осында. 5 ұлы есік алдында тізіліп жылап тұрдық. Жәкем қора жақта өзімен өзі жүрді де қойды. Әкемді өзінің туған жері Қаратоғанға қоятын болдық. Ол аудан орталығынан 20 шақырымдай жердеді. Әкем мен Жәкемнің анасы Гүлжәмиле әжемнің қабірі сонда болатын. Табыт тиелген мәшиненің үстіне балалары мен Жәкем отырдық. Қалған қалың көлік соңымыздан еріп келеді. Жәкем жол жөнекей үнсіз келді. Тек Қаратоғанның қарасы көрініп, боз төбенің тұсынан өте бере боздап қоя берді. Кешеден бері зарлы запыранының барлығы кеудесіне жиналып қалған екен. Апа тайым, одыңды алып келе жатырмын, деді тау етегін күңірентіп. Аға тайым саған кетіп барады мені тастап. Аға, мен енді жалғыз қалдым ғой. Аға қош бол. Аға, еркелігім көп болса кешір мені. Аға. Жәкем ағасының қазасынан соң қатты тұйықталып кетті. Өзімен өзі. Әкемнің басындағы мазардың кірпішінде өзі қалады. Жылын өткізді. Бір күні редакцияда жұмыс істеп отырсам, Жәкем кіріп келгені, орнымнан атып тұрып амандасып жатырмын. Әлдегімді жақсылап сыбап тастады.
Аға жайында естелік жазып, газетке шығарайын десем, ешқайсысы баспайды, иттердің дейді күйініп. Көлем үлкен дейді. Аға туралы мен аз жаза алмайым. Бәрібір басады олар. Шығармай қоймайым. Басу айтып жазғанын сұрап алдым. Үйге келіп, үстінен бір қарап шықтым. Көлемі үлкендеу екені рас, бірақ шын жүректен жазылыпты. Жылап отырып оқыдым. Аға, мен сізді күнде түсімде көрем. Сонау хан тәңірі жақтан маған ылғи жымиып қарап тұрасыз. Төменде қыбыр-қыбыр тірлікпен жүріп, жоғарыда қарап тұрған сіз есіме түссеңіз, селк ете қалам. Жаман қылық жасамауға тырысам, не істесем де сізді ойлап жүрем деп басталатын естелік екеуінің қиын балалығы аға тәрбиесі жайлы болып кете барады. Бір аптадан соң Жәкемнің аға туралы естелігі Жетісу газетіне жарық көрді. Бұл күні Жәкемнен бақытты адам болмаған шығар. Бір бума газеті сатып алып кетіп, туыстарға таратып жүрген. Әңгімемнің басында Жәкемді 80 күй білетін домбырашы деп едім. Әкем қайтыс болған соң Жәкем домбыра тартпайтын болды. Тіпті қолына ұстағанын да көрмейтінбіз. Алғашында ағасының қазасынан соң уақытша болар дегенбіз. Жоқ, олай болмады. Талай қуаныш болды, дүрілдеп тойлар өтті. Жәкемнің домбырасы үнсіз. Жәке, күйлеріңізді сағындық, тым болмаса біреуін орындап беріңізші деп қиылғанмын бір қуанышта. Менің сөзімді жерге тастамаушы еді, бұл жолы бас тартты. Ренжіме Шәбу, деді мен бала күнімдегідей еркелетіп. Неге екенін? Домбыраны қолыма ұстап шерте бастасам болды. Басым шаншып, қатты ауырады. Себебін дәрігерлер де айта алмады. Тарта алмайым. Себебін мен сезетін сияқтымын. Жәкемнің өзі де біледі, өмірінің домбырасы ағасы алғаш қасиетті домбыраны үйретпеп бет. Сол қасиетті өзімен бірге ала кеткен жоқ па екен. Былтыр жазда Жәкем де ағасының артынан келмес сапарға аттанды. Кетерінде жалғыз ұлына өтініш айтыпты. Балам, менің басыма ауыр тас қойып әуре болмаңдар. Суреттің де қажеті жоқ. Тек қоршауыма домбыраның суретін іліп қойыңдаршы. Қайран Жәкем. Соңы. Оқылған Қуат Ахметжанов. Ұнаса арнамаға қосылып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.